Төрткүлдегі трагедия. Біреудің тағдыры оңай емес. Аса ауыр қылмыс болғаннан кейін оны қарау да оңай емес. Қылмысқа қатысты жігіт қанша жылға сотталды? Мен келіспеген жағдайда 15 тәртіптің ішінде апелляция тәртібіне шағым келтіру құқықтарыңыз бар. 10 жылдан астам тәжірибесі бар судья қандай шындықтың бетін ашты бірер сәттен соң. Түскі сағат 3 сот залы тыныштыққа толы. Бүгін ауыр қылмысты жасаған мигрант ісі бойынша үкім шықты. Үкіметті қылмыс кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 13-14 тармақтарымен 120 бабы 3-1 бөлігінің 1 тармағымен 121 бабының 3-1 бөлігінің 1 тармағымен кінәлі деп танылсын. Оған қылмыс кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 13-14 тармақтарының өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Себебі судья қылмыскердің теріс істі алдын ала жоспарлағанын айтты. Күдікті енді бар өмірін темір тордың ар жағында өткізеді. 00:30 шамасында сотталушы жұмыс орнына жақын жерде орналасқан азық-түлік дүкені сотталушы кәмелетке толмаған жәбірленуші 2009 жылы туған жәбірленушіні дүкенде көріп, оған әдеттегідей нан өткізіп, нан ақшасын алып, күткен қашан дүкен жабылатынын, қашан жәбірленуші өзі шығып, дүкеннен шығып, қашанға дейін өзіне үйіне жалғыз өзі баратын күтіп, сол кезде түнгі сағат 1 шамасында жәбірленушіні күтіп, ешкім жоқтың пайдаланып, жәбірленушінің күш қолданып, зорлау және сексуал сипатта зорлық әрекеттер жасаған. Одан кейін сотталушы өзінің қылмыс әрекетін жасыру мақсатында жәбірленушіні қасақана қазаға ұшыратқан сол жерде. Іс материалдармен қылмыстық әрекет, сотталушы қылмыс әрекеті толық дәлелденген. Біріншіден алғашқы өзінің жауаптарымен, яғни сотталушы күдікті ретінде алғашқы жауабымен өзінің әрекетін толық сипаттап, қылмыстарды қалай жасағанын көрсеткен. Сонымен қатар іске тіркелген бірнеше сот сараптама қорытындыларымен дәлелденеді. Яғни іске тіркелген сараптамалар зерттеген кезде оқиға болған жерден анықталған биоматериалдар, зерттеуге ұсынылған биоматериалдар сотталушының оған тиесілі биоматериалдар болып шықты. Естеріңізге сала кетейін, қайғылы оқиға 2025 жылдың 6 маусымда түнгі уақытта болған. Ауыл тұрғындарының айтуынша, марқұм дүкеннен үйінен қайтып келе жатқанда жоғалып кеткен. Өкінішке қарай таңертең оның денесі ауылдағы балабақша маңында табылған. Ал кінәлі деп табылған азамат студент қыз жұмыс жасаған жерде наубайханашы болып, отбасын асыраған, өмір бақи бас бостандығынан айырған азамат судьяның шешіміне еш келіспейтінін айтады. Жоқ, не? Келсіз бе? Бір ауыз, бір. Қоғамда үлкен резонанс тудырған бұл іске қатысты сот үкімі күшіне әлі енген жоқ. 15 күннің ішінде апелляцияға арыз шағым бере алады. Алайда өзгермейтін болса, бұл азамат өмір бақи темір тордың ар жағында жазасын өтейтін болады. Дәурен мырза, осы жалпы мәңгі бақи сотталған азаматтарға өзіңіз шешім шығарасыз жиі. Енді біреудің тағдыры оңай емес. Осы шешім шығарар кезде қандай нәрселерге жүгінесіз? Дұрыс айтасыз, бұл аса ауыр қылмыс болғаннан кейін оны қарау да оңай емес. Бірақ бұл жерде енді профессионалдық деңгейіне жеткеннен кейін ешқандай күмән болмау керек. Осындай шешім қабылдаған кезде, яғни мен айыптау үкім жөнінде айтып жатырмын ғой, айыптау үкім. Ондай дәрежеге жетіп, ешқандай күмән болмағандықтан біріншіден тергеуге назар аудару керек. Егер сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында барлық тергеушінің, қадағалаушы прокурордың әрекеттері барлық сапалы болса, дәлелдемелерді заңға қарап, неге қарап, тәртіпке қарап жинаса, әрине сотталушының күдіктің уәждері сол дәлелдемелермен жоққа шығарылу керек.
жоққа шығарылса, бізде де ары қарай үкімнің жазу, шешім қабылдау бізге енді оңай болады. Ешқандай күмән туғызбайды да. Осы алып келген күдікті осы іске тікелей қатысы бар деген. Сөз немен принциппен өтсе, әрине бізге де қиын болады. Былайша айтқанда, орысша айтқанда тупикке тұрып қаламыз ғой. Сол себептен мен үнемі айтып тұрамын. Тергеу органдары, прокурор айтқанда, бір ай, 2 ай демей сапалы қарап, толық дәлелдемелерді жинап, сапалы жинап, тараптардың, қорғау жақтың пікірлерін, яғни алиби дейді ғой, оның бәрін тексеріп, кейін барып қорытынды бердім. Яғни айыптау актісін жазыңдар деп, солай үнемі айтып тұрамын. Дөңгелек столда айтып тұрамын, лекция оқыған кезде солай айтып тұрамын. Одан бөлек мынау қаншама енді ауыр істе өзіңіз боласыз, біз білеміз да, Түркістан облысында өткенде анау Сарыағаштағы оқиғада өзіңіз болдыңыз, мәңгі бақи сотталған Қарабөрікке кеткен кезде. Осы істе жалпы төрелік ету үшін ең бірінші судьяға қажетті қандай дүниелер қажет ең бірінші? Біріншіден стаж керек қой, дұрыс па? Қазір мынау жаңадан тағайындалған судьялар, жас судьялар, стажы жоқ судьялар бірден біздің сотқа тағайындалмайды. Біріншіден, өйткені әбжептер стаж керек, біріншіден. Екіншіден, сосын мынау жоғары соттың практикасын, апелляция алқасының практикасын, соның бәрін зерттеп, кейін барып осындай істерге кірісу керек.